Жылдан мәлімдеме тарады, көріңіздер, хабардар болыңыздар. Сәлеметсіздер, қымбатты көрермен, біздің арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды ең біріншілерден болып біліңіз келсе, арнамызға жазылыңыз, лайк басуды ұмытпаңыз. Ұлттық банк жаңа 2000 теңгелік банкноталарды айналымға шығарды. Ұлттық банкке қарасты қорларды талдау және жоспарлау басқармасының бас маманы Әсел Ақтелеу 2025 жылдан бастап жаңа 2000 теңгелік банкноталарды қолданысқа енгізілетінін айтты. Оның айтуынша 2012 жылғы үлгідегі ескі банкнота ауыстырылады. Номиналы 2000 теңгелік банкноталар сақ стилі үлгісінде жасалған. Себебі банкноталарды еліміздің барлық аймағына жеткізу және жабдықтарды бейімдеу үшін қосымша уақыт қажет. Жаңа және ескі үлгідегі банкноталар 2026 жылдың маусым айының соңына дейін айналымда болады. Ұлттық банк 2023 жылдың желтоқсанда 5000 теңгенің, ал 2024 жылдың маусымында 10.000 теңгенің жаңартылған дизайнын таныстырды. Видеомыз кеңінен таралу үшін лайк басып жақындарыңызға таратуды ұмытпаңыз. Бізді бақылауда жалғастырыңыз.